Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мұсылмандарым. Міне бірнеше жыл болды Аллахтың үйі тұрған жерде, бүкіл мұсылмандардың сүйікті жері Меккеде, Әл-Харамда, ваххабизм, салафизмнің отаны Саудияда салафит имамдар Аллахтың шариғатын мазақ етуде. Мен бұған дейін де осы тақырыпты айтқан болатынмын, бірақ ешқандай өзгеріс болған жоқ. Олар әлі күнге дейін Аллахтың шариғатына қатысты заңсыздықтарды жалғастыруда. Әдетте барлық салафиттар тек өздерін ғана ақиқат жолында екенін, тек олар ғана діни мәселелерде өте сауатты, ал қалған барлық мұсылмандар адасқан сектанттар деп атайды. Барлық салафиттардың ғалымдары үнсіз отыр, мына бассыздықты көрседі. Өйткені оларға қандай күнә жасайтынын түсіну үшін білімдері жетпейді. Салафизм дегеніміз негізі шайтанизм болып табылады. Мен бұл туралы үнемі айтып отырамын. Сауд Арабиясында Құран мен сүннетті дұрыс түсінетін сауатты адам жоқ. Сонымен имам сөзі араб тілінен қолбасшы, көшбасшы, елдің алдында тұратын, намазды басқаратын адам ретінде аударылады. Имам әрқашан намазға қатысқандардың бәрінің алдында тұру керек. Аллах тағала имамдарға қатысты. Біз олардан өз қалауымыз бойынша түзу жолды көрсететін имамдар жасадық дейді 21 сүренің 73 аятында. Көріп отырғаныңыздай, имам әрқашан бәрінің алдында болу керек, және оның соңынан ергендердің барлығына тікелей жолды көрсету керек. Ал салафит болып табылатын Әл-Харамның имамдары не істейді? Олар намаз оқыған кезде мешіттегі барлық мұсылмандардың алдында емес, артында, яғни Әл-Харамда тұрып, бөлек оқшауланған бөлмеде намаз оқиды. Алланың шариғатына қатысты бұл заңсыздықты осындағы фотосуреттерден және интернеттен көруге болады. Имамның Әл-Харамдағы орны Қабаның жанында, бәрі жиналған адамдардың алдыңғы қатарда болуы керек. Өзіңіз көріп отырғаныңыздай, мына фотоларда намаз оқуға жиналған адамдар намазда имамсыз тұр. Ал имам қажылардың ең артында мешіттің ғимаратында жасырынып тұр. Мұндай елдің артында тұрған имамның намаздағы адамдарды қалай басқаратынын мен ұқпаймын. Мұндай намаз қалай қабылдануы мүмкін? Менің ақылым жетпейді оны түсінуге. Неліктен олар осылай жасайды деген сұрақ туады. Себебі олар коронавирусты жұқтырудан қорқады. Оларды шайтан қорқытуда. Аллах шайтаннан қорықпа, менен қорық дейді Құранда. Аллахтың айтуынша, тіпті шіріген жапырақтың өзі ағаштың бұтағынан Аллахтың рұқсатынсыз жерге құлап түспейді екен. Ал олар Алланың орнына шайтанның азғырынан қорқады. Бұлар өзінің надандығыменен Аллахтың предопределениесін жоққа шығарады. Егер Аллах ауырып жіберсе, онда саған ешкім көмектесе алмайды. Аспанда қайға ұшып кетсең де, не 7 қабат жердің астына түсіп кетсең де. Міне осындай білімсіз салафиттердің имамдары бидағатты өте жақсы көреді. Енді мына масқараға қараңыз. Жұма күні жұма намазының алдында Әл-Харамның имамы барлық қажыларға арқасын беріп, бетін мешіт ғимаратының ішінде отырған бірнеше адамға қаратып, бөлек оқшауланған бөлмеде уағыз айтып отырған фотосуретіне қараңыздар. Бүкіл әлемнен келген қажыларға қарап емес, меккелік бірнеше арабтарға қарап уағыз айтып отыр. Бұл да шайтанның қорқытуына байланысты шыққан бидғат болып табылады. Өздерін салафит атайтын сектанттар. Сендердің салафизмдерің шайтанның артынан кетіп барады, білесіңдер ме? Егер нағыз мұсылман болғыларың келсе, онда секталарыңды және дүмше ғалымдарының шатпырақтарын қалдырып, тек Құран мен сүннетке қайта оралыңдар. Сонда ғана жәннаттық боласыңдар.